Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Аудит пәні тақырыбы аудит сапасын бақылау және ішкі аудит. Қарастыратын сұрақтарға тоқталайық. Бірінші сұрақ – сапаны бақылау жүйесі. Екінші сұрақ – аудиторлық жұмыс сапасын сыртқы бақылау әдістемесі. Үшінші – құжаттау және төртінші сұрақ – ішкі аудит түсінігі мен атқаратын қызметтері. Әлемдік деңгейде бухгалтерлік есеп және аудит сапасының ұйымдардың қызметін басқаруды бухгалтерлер мен аудиторлардың үкіметті емес кәсіби ұйымы Халықаралық бухгалтерлер федерациясы жүзеге асырады. Халықаралық сапа бақылауы бірінші стандарты аудит сапасы бақылау жүйесіне қаржылық ақпаратты шолу, ақпараттың шынайылығын растау жөніндегі мәліметтер мен ілеспе қызмет көрсетулерге қатысты фирманың жауапкершілік шарттарын бекітеді. Ережеге сәйкес аудит сапасын бақылау келесі 3 деңгейге жүзеге асырылуы тиіс. Бірінші, кәсіби аудиторлық бірлестік, аудиторлық фирма, аудиторлық тапсырма. Сыртқы бақылау өз кезегінде 3 деңгейде жүзеге асырылады. Аудиторлық қызметпен айналысу құқығына үкіметкерлердің аттестациялау алдын ала, сыртқы бақылау аудиторлық ұйымдар қызметін аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымдар тарапынан бақылау және кейінгі сыртқы бақылау. Ағымдағы сыртқы бақылауды жүзеге асыру негіз болып табылады. Аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйым өкілеттілік берген органның нұсқауы. Аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйым өкілеттілігін берген органның бекіткен тексеріс жоспары. Аудиторлық ұйымның Қазақстан Республикасы аудиторлық қызметі реттеу заңы мен аудиторлық ұйымның ішкі стандарттарының талаптарын бұзуы. Келесі аудиторлық қызметке тапсырыс берушілердің құқық қорғау органдарының Қазақстан Республикасы аудиторлық қызметті реттеуші заң талаптарының бұзылуына байланысты шағымдары мен хаттары. Кейінгі сыртқы бақылау өкілетті органның тапсырмасы жүргізілген аудиторлық тексерулердің сапасына қатысты және Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі заңына сәйкес жүргізіледі. Аудит сапасын ішкі бақылауды келесідей жіктеуге болады. Аккредиттелген кәсіби аудиторлық ұйымның аудиторлық ұйым мүшелері жүргізген аудит сапасын ішкі бақылауы. Фирма ішінде бақылау. Екінші сұрақ, аудитор жұмысының сапасын сыртқы бақылаудың объектілері, аудиторлық ұйымның ішкі стандарттар жүйесі, аудиторлық ұйым жұмысының сапасын ішкі бақылау жүйесіне және жеке аудиторлық тексерулер болып табылады. Осы көрсетілген сапаны бақылау объектілеріне сәйкес аудит сапасын сыртқы бақылаудың 3 негізгі бағытын ажыратуға болады. Бірінші, сәйкестігін тексеру, аудит сапасын бақылаудың ішкі жүйесін ұйымдастыру және оның қызметінің тиімділігін тексеру, жеке аудиторлық тексерулердің сапасын тексеру. Тексеру үшін аудиторлық ұйымды таңдап алу уақытқа немесе тәуекелге негізделеді. Уақытқа қатысты, егер кәсіби бірлестік уақытқа қатысты таңдау жасаса, онда ұйым тексерілуге тиісті тексеру мерзімінің ең жоғары мерзімін бекіту, яғни 3 жыл қажет. Тексеру мерзімі кәсіби ұйымның шешімімен анықталады. Кейде алдыңғы тексерулердің нәтижелері қанағаттанарлықтай емес болса, онда сапалы тексерудің 3 жылда бір реттен де көбірек өткізілген дұрыс. Аудиторлық ұйымдағы сапаны бақылаудың ішкі бағдарламасының сапасы мен тиімділігін тексеру қажет. Үшінші сұрақ, сапаны бақылау тобы келесідей құжатпен рәсімдеу қажет.
Сапаны бақылау есептілігінде жасалған қорытындылардың алынған дәлелдемелерді растаушы. Жүргізілген тексерудің кәсіби бірлестіктің ұсыныстарына сәйкестілігінің дәлелдемелерін. Сапаны бақылау тобының басшысы жұмыс тобының мүшелеріне жұмыс құжаттарын, яғни бағдарламаларды, бақылау беттерін және басқаларын құрастыру, рәсімдеу және сақтауға байланысты ұсыныстарды бекіту қажет. Сапаны тексеру процесінде жұмыс тобы міндетті. Тексерудің жоспарлануын, орындалған жұмыс көлемі, алынған қорытындылар, ұйым немесе серіктесі ұсынған түсіндірмелерді құжатпен рәсімдеуге, сапаны бақылау жүйесіндегі кез келген кемшіліктердің сипатын, себептерін, түрін, таралу аймағын және мәнділігін, сонымен қатар аудиторлық фирманың осы жүйенің талаптарына сәйкестілігін бағалауға. Аудит барысындағы кез келген кемшіліктердің сипатын, себептерін, түрін, таралу аймағын және мәнділігін бағалауға. Алынған қорытындыларды жинақтауға. Кәсіби бірлестік сапаны тексеру аяқталғаннан кейін құжаттарды сақтау мерзімдерін анықтау қажет. Сапаны тексеруге бекітілген топ басшысы сапаны тексеру нәтижелері бойынша жазбаша есеп беруі тиіс. Бұл құжатта келесілер көрсетілуі тиіс. Ең бірінші, сапаны тексеруге бекітілген топ басшылыққа алуға тиісті тексеру жүргізу бойынша нұсқау. Яғни бұл дегеніміз кәсіби бірлестік ресми бекіткен. Қорытындылар сапаны бақылау жүйесінің сапаны бақылау стандарттарының талаптарына сәйкес жасалғандығы жөнінде, бүкіл тексеру барысында аудиторлық фирманың сапаны бақылау жүйесін бекіткен талаптарды ұстанғандығы жөнінде, теріс қорытындылар берудің негіздемесі жөнінде, тексерілген ұйымның сапаны ішкі бақылауды жетілдіруіне қатысты ұсыныстар. Келесі 4-ші сұрақ. Ішкі аудит. Ішкі аудитордың халықаралық институттарының анықтамасы бойынша ішкі аудит ұйым қызметін жетілдіруге бағытталған тәуелсіз және кепілдемелер және кеңестер берумен байланысты қызмет. Ішкі аудит ұйымға тәуекелдердің басқару, бақылау және корпоративті басқару процесінің тиімділігін бағалау мен арттырудың жүйелі және тізбектелген тәсілін пайдалана отырып, алға қойылған мақсаттарына қол жеткізуге көмектеседі. Келесі анықтамалар ішкі аудиттің келесідей негізгі сипаттамаларын қамтиды. Тәуелсіздік. Бірінші анықтама ол тәуелсіздік және объективтілік. Ішкі аудитордың жұмысы осы екі фундаменталды сапалық сипаттамаларға негізделеді. Тәуелсіздігі деп ұйымдастырушылық тәуелсіздігін айтуға болады. Ол компаниядағы ішкі аудит қызметінің бағыныштылық деңгейімен анықталады. Объективтілік ретінде ішкі аудитордың жеке қасиеттерін аудитордың өз бағалаулары мен қорытындыларында қаншалықты бейтараптылық танытатындығына байланысты түсінуге болады. Келесі анықтама ұйым қызметін жетілдіру. Бұл ішкі аудиттің мақсаты болып табылады. Ішкі аудит қызметіндегі басты мақсат қателер мен тәртіп бұзушылардың анықтау және оған кінәлілерді жазалаумен бірнеше ондаған беттерден тұратын қорытынды есеп жазу емес, керісінше ұйым жұмысындағы әлсіз тұстарды анықтау, тәуекелді көріп, оны бағалау, тәуекел деңгейін төмендету және жүйелер мен процестердің тиімділігін арттыруға бағытталған ұсыныстар мен жасау болып табылады. Ішкі аудитке тапсырыс берушілерге кепілдемелер мен кеңестер беру,
кепілдемелерді ұсыну деп аудиторлық дәлелдемелердің тиімділігі мен ақпараттық шынайылығы жөніндегі тәуелсіз негізделген пікір білдіруді айтамыз. Кеңес берудің кепілдеме ұсынуға негізделген айырмашылығы: біріншіден, жұмыстың сипатын, көлемін, есептілік нысанын клиент анықтайды. Екіншіден, аудитор тапсырыс берушімен келісе отырып анықтайды. Ішкі аудиттің негізгі мақсаты ұйымға тәуекелдерді басқару, бақылау және корпоративті басқару процесінің тиімділігін бағалау мен арттырудың жүйелі және тізбектелген тәсілін пайдалана отырып, алға қойған мақсаттарына қол жеткізуге көмектеседі. Ішкі аудит мақсатына қол жеткізу үшін келесідей міндеттер орындалуы тиіс. Ұйым қызметінің экономикалық тиімділігін, ұйым бойынша жалпылама және оның басқарушылық құрылымдары мен жауапкершілік орталықтары бойынша бағалау. Мүмкін болатын барлық ішкі және сыртқы факторларды ескере отырып, ұйымның болашақтағы экономикалық дамуын болжау. Бюджет пен өзге мемлекеттік құрылымдар, серіктестер мен қатынастарда шығындар мен жоғалтуларды азайту. Ішкі аудиттің функциялары: верификациялау, ақпараттық, талдамалылық, жобалық, әдістемелік, тікелей және кері байланыс және соңғы құқықтық.